Ассаламағалайкум. Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеомызды көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бүгін сіздермен бөліскелі отырғаным жем қора жазда салғамыз. Соны түсіруге алдынан бір уақыт болмады. Бүгін бір соған кішкене шолу. Жем қорамыздың бұлай ұзыны ені 5 метр, ұзыны 6,5 метр. Мұна жерде құдық орналасқан. Құдықты ішке қарай Бұқа қораның қарай алып кетеміз. Ал енді мына ұдылына міне есігі, анау қора арғысы қораның есігі, бергі жағындағы жем складқа кіретін есік. Сол жерден мына жерге жемді араластырамыз. Жемді араластырып, челекпенен мұндай челекті толтырып, екі бұқаның ортасына біреуден төгеміз. Мына 10 литрлік челек, бұған 6-7 кг жем сияды екен. Мына жерге қазір 7 тонна жем жиналып тұр. Мына бұрышында ғана қалып тұр 7 тонна жеміміз. Мұнан төбесімен бірдей қып, мына жем жатқан жерден ары қарай жинайтын болсақ, 15-20 тонна жем сияды екен. Тағы мына жаққа да жинауға болады. Мына жерге бір 3-4 тонна жем сияды. Сонда бұл қаппен жинаса 25-30 тоннада жем сыйғызуға болады екен. Бірақ өте биік қып отырып жинаса. Мына жердің барлығына жем жинап, кішкене кіреберіске ғана жемді араластырса, көп жем сияды. Оған қазірше 6-7 тонна, 8 тонна кеп жинап атырмыз. Осылай жасап қойдық. Тағы да сұрақтарыңыз болса, пікір алаңына қалдырып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын.